азанның сүннетінен, мустахаб болған амалдарынан азаншы азан шақырғанда екі сұқ саусақтарын құлағының ішіне салып қояды. Неге? Өйткені қарасаңдар, Билал азан шақырғанда екі сұқ саусақтарын, указательный пальцтарын екі құлағының ішіне салып қойған. Неге дейді оны? Оның қандай даналығы бар дейді? Кейбір ғалымдар ол дауысты қаттырақ шығарады дейді. Құлағыңды бітеп қоятын болсаң, дауысың қатты шығады дейді. Ал кейбір ғалымдар ол азанның сондай сүннет болып қалған суреті дейді. Егер де адам баласы минареттің үстіне тұрып азан шақыратын болса, басқа кісілер тіпті алыстан құлағы естімесе де, әлде жел сол минаретке қарай болатын, оған дұрыс дауыс келмесе де, алыстан минареттің үстінде бір кісіні көретін болса, екі саусақтарын құлақтарының ішіне салып қойған, демек иншалла дауысын естімесе де азан шақырып жатыр деген сурет келеді. Тіпті құлағың саңырау болса, әлде саңырау болу шарт емес, сондай өте алыс жерде болуы мүмкін, көз көреді, бірақ құлақ естімей тұр дауысты. Иншалла азан шақырып жатыр деген бірден ой келеді дейді. Сондықтан бұл азанның сондай суреті болып қалды дейді. Екі сұқ саусақтарын құлағына салады дейді. Кейбір ғалымдар имам Ахмад сияқты екі құлақпен емес, саусақтармен бірге құлақты бітеп қойса да болады дейді. Екі сұқ саусақпен емес, яғни түгел төрт саусақпен құлақтың үстіне қойып бітеп қоюға да болады дейді. Өйткені мына екі саусақтарын құлақтарына кіргізді, құлағына салды деген риуаятты имам Ахмад жалпы әлсіз дейді. Сол себептен біраз ғалымдар имам Ахмад мазхабында не дейді, құлаққа саусақты тықпайды да, төрт саусақпен құлақты алақанмен жауып қойса да болады дейді. Сондай жалпы ихтиляф бар. Және тағы да айтатын, бұл мустахаб амал жалпы. Тіпті адам баласы қолын сүріп қойса, азан шақырса да болатын нәрсе. Бірақ абзалы мустахаб ретінде екі сұқ саусақтарын құлақтың ішіне салып қойған жақсы.